Қуанып күлер. Шөл ханзадасы. Қанша күн өтіп кетті? 3 күн, жаңбыр 3 күн бойы толассыз жауа бере ме? Ішім пысып кетті. Ал мен жаурадым. Күнді сағынып кеттім. Қызық, енді қайда барсақ екен? Солтүстік полюсте күн қатты суық. Джунгли ме? Ол жақта да жаңбыр көп жауады. Шөлге барайық. Шөлге? Я, шөлді аймақта жаңбыр жаумайды. Үнемі күн жарқырап тұрады. Тамаша, шанамен құмда сырғанасақ та болады. Сосын құм ваннасына түсеміз. Жылысын-ай. Бәлкім ол жақтан жаңа достар табармыз. Суперкартаға жаңа ақпарат жүктеріміз. Керемет болғалы тұр. Онда біз шөлді аймаққа аттанамыз. Зерттеуді жақсы көремін. Алға! Дуда-дуда-дуда-дуда-да-да-да-да. Бұл жолы біз қайда барамыз? Саяхатқа. Қандай тосын сый күтеді алда? Саяхатта. Әлемді зерттеуге көмектесер карта. Біз аттанамыз қазір бәріміз саяхатқа. Ой, мына жер ыстық қой. Иә, өте ыстық екен. Не болды, Дада? Қап, қозғалтқыш қызып кетейін деп тұр. Біз жеттік пе? Бұл жер қатты ыстық екен. Ой, Да, бұл жердің шөлді аймақ екеніне сенімдісің бе? Біз қайнаған аймақта екенбіз. Қайнаған аймақ әлемдегі ең ыстық шөл ғой. Бұл жерде ұзақ шыдай алмаспын. Пинкар қызып кеткен сияқты. Жарайды, онда көлеңкеге итеріп апарайық. Ой, олай ете алмайсың. Ой, жоқ, кері қайт. қай, Пинкар бізді тастап кетті. Да, тезірек Пинкармен байланысып көрші. Байланыса алмай жатырмын, бәрі ыстықтың әсерінен деп ойлаймын. Ой, сұмдық болды ғой. Чоку, біздің суымыз бар ма? 2 бөтелке ғана. Ой, Жабырқауға уақыт жоқ, тезірек бұл жерден кетуіміз керек. дұрыс айтасың, алға жүріп көрейік, мүмкін көмектесетін біреу табылып қалар. Еріп кетпей тұрғанда бір нәрсе ойластыруымыз керек. Жақын жүрмеші, онсыз да ыстықтап келем. Онда өзің ар жүр, Чоку. Ай, мінезіңді ай. Ыстығын-ай, шөлдедім. Тоқтап су ішіп алайықшы. Бөтелкелер жоқ. Скот, суды түгел тауыспа. Не деген өзімшіледің? Ай! Судың бәрі төгіліп қалды. Скот, бұл бәрімізге арналған су болады. Мен бірақ ұрттадым ғой. Ал Чоку оны қолымнан жұлып алды. Мынау не, кактус па? Я, кактусты кесек, ішінде су болады. Рас па? Ой. Кактустың үшкірткендері болатынын білмеп едіңдер? Дуда, маған бинтті берші. Жарайды. Бұл екеуіне жетпейтін шығар. Ой, Скотпен қол ұстасып жүре алмаймын, ыстықтап кетем. Басқа амалың жоқ, маңдайыңа жазылған. Ой. Әрі қарай кеттік, су жоқ, тездетуіміз керек. Ары жүрші. Өзің ары жүр. Әрі қарай жүре алмаймын.
Дуда, қазір әлсіздік танытуға болмайды. Жүре алмаймын. Кешіріңдер, бәрі дұрыс па? Сендер кімсіңдер? Менің атым Дуда, ал өзіңше, бұларың не? Бұл қайнаған аймақтың ханзадасы ұлы түйе, құрмет көрсетіңдер. Қойсаңшы, жат жұрттықтармен сыпайы сөйлес. Жарайды, ханзада. Сен ханзадасың ба? Біз аман қалдық. Егер ол ханзада болса, үлкен қамалда тұратын шығар. Демек бізге салқын шырын береді, ал біз қамалда көңіл көтереміз. Керемет емес пе? Шөлдің мынандай аптабының өзінде ханзада түк те терлемеген. Түйе шөлде сусыз тіршілік ете алады. Сен сол себепті ыстықтамаған екенсің ғой. Солай ма? Ханзада, біз ұлы зерттеушілерміз, бірақ адасып кеттік. Біздің суымыз жоқ, су ішкіміз келеді. Уайымдамаңдар, мен сендерді тамаша оазиске ертіп апарам. Ал сенің қамалың ше? Осы маңда оазис бар. Сол жерде шөлдеріңді қандырасыңдар. Оазис шөлдің өмір күші, ал енді соңымнан еріңдер. Көш, ханзада жасасан, мәртебелі оазис мына жақта. Жүріңдер, мына жаққа қарай жүріңдер. Жоқ, түйсігім мына жаққа жүр дейді. Алға. Салқын шырын ішуге аз қалды ма? Әрине, бізді шөл ханзадасының өзі бастап келеді ғой. Ой, неге тоқтадық? Жеттік пе? Басқа жаққа кетіп қалыппыз. Рас па? Түйсігім аздап қателескен сияқты, бірақ уайымдамаңдар, достар. Уайымдама, сонда сенің бір жоспарың бар ма? Жоқ, бірақ қашанда үміт бар. Бірақ бізге қазір үміт емес, су керек, су! Иә. Жарайды, онда анау жаққа барайық. Қызық екен. Қане, жылдамырақ жүрейік. Мұна тауға шығамыз ба? Дөрекі болмай тезірек шығыңдар. Тоқта, қазір құлап қалам. Дуда, саған көмектесем, қолымнан ұста. Рахмет. Дуда! Самал желдің рахатына. Қап, таудың етегінен бірақ түстік. Неменеге күлесің? Түкте күлкілі емес. Құммен сырғанағанымызды айтам. Сондай көңілді сергек бол. Құммен сырғанаппыз ғой. Ешқашан үміт үзбеңдер. Бәрі жақсы болады. Әрине, бәрі жақсы болады. Мен ағаш көріп тұрмын. Рас па? Ол оазис шығар. Алақай, су. Иә, достар, армандар орындалады. Ай, басым ай. Ой, су жоғалып кетті. Су ішкім келіп еді. Менің де қорқынышты түспе бұл сонда. Үміт үзбеңдер, достар. Тыңдаңдар, ұлы ханзаданы тыңдаңдар. Үміті бар жан көп ұзамай бақытқа кенеледі. Сол үшін үміттеніңдер. Жарай ма? Жетер енді, мұнда үміт жоқ. Болса қазір аспаннан жаңбыр жауар еді. Жаңбыр ғой. Мә, саған, бұл су ғой. Су. Алақай. Алақай. Керемет. Пинкар келді. Біз үшін келдің бе? Сергіп қалдың ғой. Пинкар. Рахмет саған. Рахмет саған, Пинкар. Сен біз үшін келдің ғой.
үмітіміз ақталды. Сізге тәнтімін Ханзада, алақай! Рахмет саған Ханзада. Сенің үміт туралы ұраның бізге көмектесті. Суперкарта үшін суретке түсіріп алсам бола ма? Немене? Ханзада суретке түспейді. Бекзаттығым көрінер болса рұқсат етем. Жарайды, сөйт. Шөлде өте қызық болды. Я, оның рас. Біз тіпті суперкартаға қосатын түйемен де кездестік. Сендер ақпаратпен бөлісуге дайынсыңдар ма? Ай, Тағы да сен бе? әбден мазамдалып болдың, жетер енді. Ай. Түйелер құрғақ шөлді мекен етеді. Сондай ыстық жерде олар қалай тіршілік етеді деп сұрауың мүмкін. Түйелердің аяғы ұзын, табаны жалпақ, құмда оңай жүреді. Сондай-ақ олардың көзін құмнан қорғайтын ұзын кірпіктері болады. Ал өркештері оларға жеткілікті күш-қуат беретін майға толы. Міне сол себепті түйелер шөлді су ішпестен кесіп өте алады. Түйе нағыз шөл ханзадасы. Қаншама досымыз түйелерге қызығып жатыр. Олар суперкартамызға кіріп жатыр. Я, жүктеу аяқталды. Енді достарымыз түйелер туралы бәрін білетін болады. Джунглиді дүр сілкіндірген айғай. Дайын. Чуку, не істеп жатырсың? Да-да-да-да-дам. Қалай даусым қатты екен? Менікі сенікіден де қатты. Жоқ, менің даусым тауға дейін жетеді. Құлағым ауырып кетті. Достар, айғайлай бермеңдерші. Болмайды. Бізде ормандағы ең қатты дауыс деген сайыс болып жатыр. Мен қатты айғайлайтын жануар туралы оқыған едім, бірақ мұнда ол туралы ақпарат жоқ екен. Суперкартадан қарап көрейін. Таптым! Джаз джунглиінде дауысы қатты жануар бар екен. Қап, одан артық ешнәрсе жазылмапты. О, маған қызық бола бастады. Онда дауысы қатты жануарды тауып, суперкартаға енгізіп қояйық. Я. Көрейік. Оу, жол көрсеткіш бұзылып қалды. Мен жаз джунглиін таба алмаймын. Немене? Бұзылып қалды ма? Жаз джунглиіне бармақсыңдар ма? Я, бірақ жол көрсеткіш сынып қалды. Ал мен өзім жолда таба алмаймын. Менің сендерге көмектесетін нәрсем бар сияқты. Міне, мына көне карта сендер сол жерге алып барады. Алақай! Енді саяхатқа аттана берсек болады. Байқап жүріңдер балалар, джунглиде қауіпті жануарлар жүреді. Менімен қорқатын түк те жоқ. Жарайды, зерттеуге аттанайық. Зерттеуді жақсы көрем, алақай! Дуда-да-да-да-да-да-да-да-да. Бұл жолы біз қайда барамыз? Саяхатқа. Қандай тосын сый күтеді алда? Саяхатқа. Әлемді зерттеуге көмектесер карта. Біз аттанамыз қазір бәріміз саяхатқа. Кейбір, дұрыс келе жатырмыз ба? Тексересің бе? Аха, қазір тексерем. Дуда, егер бақырауықтың даусы сенікінен қатты болса қайтесің? Дуданың даусындай қатты дауыс жоқ. Солай ма? Ал егер қателессең ше? Көрсетуіме тура келетін сияқты. Ай, жаз джунглиіне баратын жол тым шырғалаң екен. Дұрыс айтасың, егер баба мырза берген картаны жоғалтып алсақ, үйге қайта алмай қаламыз. Ой, карта! Карта ұшып кетті! Карта ұшып кетті! Ой, жақсы болды ғой, оны жоғалтып алдық па деп қорқып едім. Азмас қалды. Мынау, біз деп жүрген дауысы қатты жануар ма? Хей, сәлем, мен Дудамын. Кетіңдер! Ой, карта ұшып кетті. Басқа жерге барайықшы. Я, кетейікші. Я. Ой,
Ай. Құлағым әлі шуылдап тұр. Менің де. Ол бізге неге айғайлайды? Джунглидегі маймылдар бөтен біреулердің өз аймағына кіріп кеткенін ұнатпайды. Ай, мүмкін емес. Біз өзі дұрыс келе жатырмыз ба? Иә, картаның анау жаққа ұшқанын көрдім. Оны көрмей тұрмын. Қараңдаршы, қандай әдемі. Жүрек қой. Мәссаған қандай қызық ағаш. Ой. Сендерді картаны тауып алды екен десем. Дада, 1 минутқа планшетті бере тұрасың ба? Я? Ағаштың жанына тұра қалыңдар. Мұндай кездесе бермейтін нәрсемен бәрмен бөлісу керек. Әлгі маймылды суретке түсіріп алмағанымыз, әрі картаны жоғалтып алғанымыз өкінішті. Жарай, дайындалыңдар. 1, 2. Я. Біздің карта. Карта, қайда? Ой. Қолыңнан келет. Кәнекей. Абайла, Скот. Жетейін деп қалдыңыз, Скот. Сендерге кетіңдер дедім ғой. Тағы да келді. Мені құлатып алмаңдар. Тезірек картаны ал, Скот. Ай, тартыңдар. Ай. Ай. Тартыңдар мені, тартыңдар деймін. Ай. Ай, шаршап кеттім. Бұл жерге неге лагерь тігіп жатырмыз? Өйткені басқа малымыз жоқ. Картасыз үйге баратын жолды таба алмаймыз. Ай, біз өз енді үйге қайта аламыз ба? Достар, тезірек мұнда келіңдер. Неге? Неге? Қане? Біздің карта. Біздің картамыз ода. Ей, анау бақырауық біздің картамен не істемек? Оған картаны қайтарып бер десек, бере ме екен? Керек емес. Бізді көрсе қайтадан ашуланады. Енді не істейміз? Бабыл, ұста оны. Сәлем, көмектесіңдер. Көмектесіңдер деймін. Ей, даусы зор мырза, біз бұзақы емеспіз. Карта. Ай, карта қайда? Карта қайда? Не ол? Жоқ. Ай. Дауысы зор мырза қайда кеткен? Дауысы зор мырза, біз бұзық емеспіз. Бізге тек картамыз керек. Онсыз үйге қайта алмай қаламыз. Біз сенімен дос болғымыз келеді. Ол не дейді? Қателігің үшін кешірім сұрайсың ба? Бабыл, оны қалай түсініп тұрсың? Бар болғаны жүрегіңмен тыңда. Ол бақырауық маймыл екен. Аты бақырауық. Танысып қойыңыздар. Сұмдық-ай. Сонда дауысы зор бақырауық сенсің бе? Тек картаны анау жерден қалай аламыз, Бақырауық, бізге бақырауық көмектеседі. Кетіңдер. Не істеп жатырсың, Дуда? Біз осында ұшып келмедік пе? Егер бақырауық қатты айғайласа, ағаш теңселіп, карта өзі-ақ түседі. Солай емес пе? Оның тамағы қырылдап қалды ғой. Жаз джунглиінде кокос ағашында өсетін емдік жеміс бар. Рас па? Онда сен үшін жемісті тауып келем. Да-да-да-да-да-да! Тоқта, Дада! Ой! Мынау кокос ағашы ма? Бірінші көргенде байқамаппын. Анау сол жеміс қой деймін. Чуку,
Ол жерге шыға аласың ба? Оны маған қалдар. Оны өзім алам. Да-да-да-да-да-да-да. Дуда, абайла. Ай. Оңай, жетейін деп қалдым. Мінекей, Дуда! Дуда! Ұстап тұрмын. Қорқамын. Көмектесіңдер. Кет менен аулақ, кет. Жоқ, көмектесіңдер. Жібер. Жібер деймін. Дуда! Дуда! Бақырауық. Дуда, амансың ба? Дуда! Жолың болды. Бақырауық, сен Дуданы құтқардың. Рахмет, Бақырауық. Міне емдік жеміс. Алақай! Бақырауық, бізбен суретке түсуге қарсы емессің бе? Басқалар да сені көрсін деп суретті сайтқа жүктеп қоям. Дуда! Я! Не істеу керегін білесіңдер ғой? Я! Бәрін жазып қойдым. Енді суперкартада Бақырауық маймыл туралы ақпарат бар. Алақай! Ақпаратты бәрімен бөлісейік. Мен басайыншы. Шиық. Бақырауық маймылдар джунглиді дүр сілкіндіріп қатты айқайлай алады. Оның тамағында дыбыс күшейтетін үлкен ауа қабы болады. Бақырауық маймылдар өз жерін қорғау үшін немесе жұбын табу үшін айқайлайды. Сау бол, айбарлы Бақырауық, көріскенше. Қаншама досымыз Бақырауық маймылға қызығып жатыр. Олар біздің суперкартаға кіріп жатыр ма? Иә, жүктеу аяқталды. Енді достарымыз Бақырауық маймылдар жайлы бәрін білетін болды. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2022 жыл. Көкте самғап келеді ғажап көлік, қонатын жер жүретін жолын барлай. Жаңа зерттеулерді жасаймыз